Жыланның аяғы тек кесі бар адамдарға ғана көрінетіні рас па? Жыландар жер шарына кең тараған бауырмен жорғалаушылар. Біздің ғаламшарымызда олардың 3000-ға жуық түрі кездеседі. Аяқтары, иық және жамбас белдеулерінің болмауына байланысты омыртқа жотасы бөлімдерінде анық жетілмеген. Десек те, біздің халқымызда жыланның аяғы кесі бар адамдарға ғана көрінеді деген түсінік қалыптасқан. Жыланда расымен аяқ, иық немесе жамбас сүйектері бола ма? Асан қайғы, аяғы жоқ, қолы жоқ. Жылан қайтып күн көрер деп бекер айтпаса керекті. Ең алдымен аяқ болуы мүмкін бе? Осы сұрақтың жауабын тапсақ, Ел университетінің ғалымдары кең көлемді зерттеулер жүргізді. Зерттеулер барысында қазіргі заманғы жыландар, ежелгі жыландар және жалпы жыланның генотомдары зерттелді. Нәтижесінде олар заманауи жыландардың артқы аяқтары, білектері мен саусақтары болған деген қорытындыға келді. Атап айтқанда, олар олжаларын ұстап алып, аузына салуға мүмкіндік беретін тістері бар. Ел ғалымдары мұндай тіршілік иелері жерде шамамен 130 миллион жыл бұрын өмір сүрген деп тұжырымдаған. Генетикалық мәліметтерге сүйенсек, жылан формасы ұзын, басы және аяқ қолдарының болмауы жыландардың болжамды ата-бабалары арасында кем дегенде 26 рет дамыған көрсетеді. Англия елінің Портсмут университетінің ғалымдары тас мүсінді жылан бейнесін таптық. Табылған жыланның 4 аяғы бар деп таң қалдырып, жарияға жар салған болатын. Жыландардың бауырмен жорғалаушыларға туыстық жақындығы бар деген гипотезаны жоққа шығарған болатын. Енді бұл теорияны қайта дамытуымызға тура келеді. Жыланның аяқтары шамамен 1 сантиметр болады. Ендігі мәселе жыланның неге бауырмен жорғалаушылардан бөлінгені мен оның нақты қай түрінен келіп шыққанын дәлелдеу. Сонымен қатар оған әсер еткен әртүрлі табиғи фактыларды зерттеу. Ал жыланның тас мүсінінен табылуы оны жерде тіршілік еткен көрсетеді. Сондықтан біз білетін жылан суда өмір сүретін бауырмен жорғалаушылардан келіп шықпағанына толық сенімдіміз дейді Портсмут университетінің профессоры Дэйв Мартел. Демек, жыланның аяғы болғаны рас. Мутациялық өзгерістер нәтижесінде аяқ қолсы жаратылысқа айналған. Дегенмен, жыланның аяғы кесі бар адамдарға ғана көрінеді деген қазақи түсінік бір құдіреті күштің бар екенінен дәлел шығар бәлкім. Неге жыланда аяқтары жоқ? Ерте заманда болыпты. Құдай жердегі барлық тіршілік иелеріне көздерді таратып берді. Барлық тіршілік иелері оған келді, тек жылан келмеді. Ол заманда жыланда аяғы көп болыпты, сондықтан ол асықпады. Өйткені ылғи барлық жерге үлгеретін білді. Ол сияқты ешкім тез жүгіре алмайды деп ойлайды жылан. Бірақ ол кешігіп қалды, сондықтан ол ештеме көрмейтін көздерге ие болды. Неғып сен кешіктің деп сұрады одан Құдай. Кешіріңіз, мен сізге асықтым деп жауап берді жылан. Жолда мен пілді кездестірдім. Ол арқасына су бұрқау мен су сеуіп тұрды. Ол айбат деп айтады, бірақ өкінішке орай мен ештеме көрмедім. Кейін мен өрмекшіні кездестірдім. Ол болса ең жіңішке өрмекті тоқып тұрған екен. Оны шебер істелген істеп айтады, бірақ оны да мен көре алмадым. Сосын мен әр қарай жүгірдім. Жолда мен құбылғақты кездестірдім. Ол денесін әртүрлі түске өзгертеді деп айтады, бірақ оны да мен көре алмадым. Кейін сізге бара жатқанда мен тауыстыны кездестірдім. Ол бәрінің алдында өзінің тамаша құйрық қанатымен мақтанып жүрді. Бірақ мен оны да көре алмадым. Міне, тек жаңа ғана мен сізге жеттім. Өте қызық. Қалай сен маған көзі жеттің деп таңғалды Құдай. Мен өзімнің тілімді шығардым. Ол маған дұрыс жол табуға көмектесті деп жылан жауап берді. Менің өкінішіме орай, жаман көретін көздермен өмір сүресің деп айтты Құдай. Енді маған не істеу керек деп жылан қайтадан сұрады. Сен біреумен көзіңді айырбаста деп Құдай жауап берді. Бұл өте жақсы ой. Солай мен істейін деп жауап қатты жылан. Тез-тез үйіне қарай жүгіріп кетті. Жолда ол тағы да тауыстыны кездестірді. Әй жылан, Құдай саған көздерді сыйлап берді ма? Деп сұрады одан тауыс. Енді сен менің құйрық қанаттарымды көре аласың ба деп жалғастырды ол. Жоқ деп жауап берді оған жылан. Кешір мені. Маған ең жаман көздер қалды. Мен ештеңені алдымдан көре алмаймын. Сен уайымдама, бәрі жақсы болады деп жауап қайтты тауыс. Иә, сен дұрыс айтасың, бәрі де жақсы болады. Құдай маған өз көзіңді біреумен ауыстырып көр деді. Ал сен менімен өз көздеріңді ауыстырасың ба деп жылан тауыстан сұрады. Қойшы жылан деп шошыды тауыс. Менің көздерім саған дәл келмейді, олар саған кішкентай болады.
басқа жерден іздестіріп көр. Сен құбылғыдан сұрап көр, өйткені оның көзі өте жақсы көреді. Мүмкін оған жақсы көру керек емес шығар, себебі ол көрінген түске өзгеру біледі. Сондықтан жаулар оны таба алмайды. Ұзын және жабысқақ тілмен ол өзіне аста таба алады. Сен осы сұрақпен оған бар, бәлкім ол көздерін береді деп айтты дауыс жыланға. Жақсы, мен солай істеймін деп жылан кете барды. Жол бойында ол құбылғаққа шыбындарды аулап алды. Көп замай жылан құбылғақтың шөп арасында шыбындарды аулап жүргенін естіді. Сәлем, менің аяулы досым. Қара, мен саған не алып келдім? Бұл шыбындар. Аздап дәм жеп көресің бе? Деп құбылғақтан сұрады жылан. Сәлем, сұлу жыланым. Бұл өте жақсы болар еді деп жауап берді оған риза болған құбылғақ. Алдымен, бірақ сен мен көздерімізді ауыстырайық деп ұсынды оған жылан. Жақсы, сен оларды киіп көр, бірақ тек қарау үшін. Қалай? Мен жапырақтың және бұтақтың арасында тығыламын деп айтты жыланға құбылғақ. Жарайды деп қуанды жылан. Ал сен менің көздерімді ки. Осылайша олар көздерін ауыстырды. Құдайым-ай, мен ештеңе көрмеймін деп айтты құбылғақ. Ол бәле емес, онсыз да сен өмір сүресің. Өйткені сен көрінген түске өзгере аласың. Жаулар сені таба алмайды. Ұзын және жабысқақ тілінің астымен ұстай аласың. Сенімен ештеңе болмайды деп құбылғақтың көздерін киіп жатты жылан. Сен не? Қой, менің көздерім саған жараспайды. Олар әр жаққа айналады. Сен оны кигенде көресің деп айтты құбылғақ. Иә, сен дұрыс айтасың. Олар орында тұрмай айнала береді екен. Құдайым-ай, қандай сен түрлі түстісің. Мынау біздің төбеміздегі кемпір қосақ сияқты деп айтты жылан. Қап, олар маған жарамады. Маған менің көздерімді қайтар, мен әрі қарай барайын деді құбылғаққа жылан. Иә, сол дұрыс болады. Саған өрмекшіге бару керек. Оның көздері көп, бәлкім ол өз көздерімен сенімен бөлісетін шығар деп жауап берді жыланға құбылғақ. Жарайды, мен солай істейін. Қош бол, кездескенше деп айтты жылан құбылғаққа асыға жүгіріп өрмекшіге. Өрмекші түксізбей өзінің өрмегін тоқып жатты. Сәлем, өрмекші. Сен не істеп жатырсың деп сұрады одан жылан. Сәлем, айналайын жылан деп жауап берді өрмекші. Мен әлемде ең әдемі, ең жіңішке өрмекті тоқимын. Бұл ерекше жұмыс. Қарашы оған деп жалғастырды ол. Кешір мен айналайын, бірақ мен оны көре алмаймын, себебі менің көздерім өте нашар көреді. Сен менімен көздеріңді ауыстыра аласың ба? Онда мен сенің тамаша жұмыстарыңды көре аламын. Ал мен саған аулап ұсталған шыбындарды сыйлаймын. Сен оларды жеуді жақсы көресің деп айтты жылан. Рахмет, мен саған ризамын. Екі көзімді саған қарызға берейін, бірақ уақытша. Сен менің жұмысымды қарап көр деп жауап берді өрмекші жыланға. Жарайды, жақсы, қаны бер көрейін. Құдайым-ау, қандай тамаша. Шебер селген істеп айқайлап жіберді жылан. Өрмектің бөлігін қарап тұрып. Мен сенімен көздерімді айырбастамаймын деп айтты ол өрмекшіге, себебі сенің көздерің бір нәрсенің тек бөліктерін ғана көреді, барлығын емес. Қайтарып бер маған менің көздерімді. Өйткені көп көздер маған қажет емес. Олар қайтадан көздерін айырбастады. Кешір мені, сенің тыныштығымды алғаның үшін деді жылан өрмекшіге. Енді мен не істеймін? Кіммен мен көздерімді айырбастаймын деп жылан ойланады. Ал сен пілге жолық. Оның көздері өте жақсы көреді деп айтты өрмекші. Жылан пілге кете барады. Піл тал шыбықтың көлеңкесінде тұрды, ыстықтан тығылып, және тұмсығымен өз-өзіне су сеуіп тұр. Қандай күтпеген жерден кездесу деп пілге айтты жылан. Сен Құдайдан көздерді алдың ба? Иә деп жауап берді жылан оған. Бірақ олар тым нашар көреді. Сен ірісің. Не үшін қажет саған жақсы көретін көздер? Кел, көздерімізді ауыстырайық. Мен кішкентаймын. Олар маған өте қажет. Жақсы деді піл, еш қарсылық танытпай. Бірақ анда-санда маған қажет болғанда оларды сенен алармын. Жақсы деп жауап берді жылан. Олар көздерін ауыстырды. Құдайым-ау, қандай олар үлкен еді. Маған қорқынышты деп дірілдеп айтты жылан. Мен мұндай көздермен жүре алмаймын. Онда маған оларды қайтарып бер деді піл. Себебі сенің көздерің кіп-кішкентай. Олар қайтадан көздерін айырбастайды. Қап, енді мен не істеймін деп ренжіді уайымдаған жылан. Кіммен мен көздерімді айырбастаймын? Кешір айналайын деп айтты піл. Мен саған қалай жәрдемдесу керектігін білмеймін. Маған суатқа бару керек. Кездескенше. Піл кетіп қалды, ал жылан ағаштың көлеңкесінде тұрып қалды.
Күтпеген жерде біреудің шиктеген даусын естіп қалды. «Бұл кім?» деп сұрады жылан. «Бұл мен, Скалопендрамын» деп жауап берді жыланға. «Сен неге шиқылдайсың?» Скалопендрадан таңғалып жылан сұрайды. «Себебі мен жердің астынан шығамын». Жылан одан «Қандай көмек бере аламын саған?» деп сұрайды. «Сенде аяқтар көп қой. Жерден шығу үшін маған аяқтарыңды қарызға берші» деп айтты Скалопендра. «Сен менің аяқтарымды көріп қалдың. Демек, сенің көздерің бар екен ғой?» деп сұрады жылан Скалопендрадан. «Иә, ал сенде олар жоқ па?» деп сұрады Скалопендра. «Жоқ, менде көздерім бар, бірақ олар тым нашар көреді. Ал біз екеуміз уақытша ауыстырайық. Мен саған өзімнің аяқтарымды берейін, ал сен маған өздеріңнің көздеріңді бер, жақсы ма?» деп сұрады жылан Скалопендрадан. «Жарайды, мен келісемін» деп айтты Скалопендра. Олар ауыстырады. Алынған нәрселеріне екеуі де риза болды. Сөйтіп, екеуі де екі жаққа кете барды. Скалопендра жаңа аяқтарымен жүгіре баса кетті. Ал жылан тұрды да ойланып қалды. «Енді қалай мен аяқсыз өмір сүре аламын? Денеммен жерде жылжып жүруім керек». Сөйтіп дағдыланып, жер үстімен жылжып кетті. Сол уақыттан бері жылан жалпақтап жүр. Біраз уақыт өткен соң жылан өз аяқтарын қайтарып алғысы келді, бірақ Скалопендраның із-түссі жоғалды. Сол уақыттан бері жыланда аяқ жоқ екен. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.